Сәлем баршаңызға. Бүгін творожный сырники жасаймыз. Өте жеңіл дайындалады және өте дәмді шығады. Іші толығымен де піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Жалпы құпияның барлығы бұл творогтың, яғни сүзбенің құрғақ болуында. Егер су артық болса, ішінде оны марлыға салып, міндетті түрде сүзіп алу керек. 100 грамм қант, 400 грамм сүзбе, 70 грамм манная крупа, 1 жұмыртқа және ванилин. Барлығын жақсылап араластырамыз. Силиконовая форма болса, соның үстіне дөңгелектеп жасасаңыз болады. Болмаса, мен секілді дастарханның үстіне, болмаса осындай тақтайдың үстіне жасауға болады. Кішкене дөңгелектеп колбаса жасау керек. 400 грамм сүзбеден менде 5 сырник шықты. Бөлек жерге онды сеуіп аламыз және бөлеміз. Пышақтың жан-жағында ұнмен сеуіп қойған дұрыс. Енді дөңгелектей берсеңіз болады. Пышақпен осылай жасаған жағдайда жаңағы сырник жабыспайды пышаққа және өте әдемі дөңгелек формаға келеді. Барлығын осылай дөңгелеп шығамыз және үстінен кішкене ғана басып қоясыз. Қатты басудың қажеті жоқ, себебі бұл жіңішке болып кетеді. Биігірек болған дұрыс. Барлығын жасап болғаннан кейін мұздатқышқа 5-10 минутқа қойып қоямын. Мұздатқыштың ішінде әрине формасы кішкене қатаяды. Және аз ғана сұйық майға қыздырылып тұрған барлығын қуырып аламын. Яғни осылай пісіремін. Алда артын екі жағынан да баяу отта пісірген дұрыс. Міне осындай әдемі, дәмді сырниктер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Она сейчас қарасам